Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді сүзбеден жасалған пирогтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін илектен өткізілген ұнымызға жұмсақ сары майымызды қолымызбен үгітеміз. Сосын үстіне қантымызды қосамыз. Сосын 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Енді барлығын бір араластырып аламыз. Сосын үстіне қаймақ және жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде қосқан жерім кадрға түспей қалыпты. Толық рецепті описаниядан қарасаңыздар болады. Қамырымыз міне осындай жұмсақ болып шығады. Енді бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде сүзбе дүкендікі осындай құрғақ болған жақсы. Егер де сулы болса, кішкене сидадан өткізіп, суын құрғатып алсаңыздар болады. Енді үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Сосын қантымыз саламыз. Қаймағымызды қосамыз. Қаймақ менде дүкендікі 20%. Кез келген қаймақты қоссаңыздар болады. Енді барлығын бір араластырып аламыз. Сосын блендердің көмегімен еземіз. Немесе картоп езетімен езсеңіздер де болады. Міне осылай бір келіп етіп езіп алдық. Енді салмамыз дайын. Формамызды дайындап аламыз. Менде осындай 24 сантиметрлік форма. Ішіне пергамент қағазын және жан-жағына пергамент қағазын төсеп қойдым. Енді тоңазытқыштан шығарған қамырымызды ішіне салып, видеодағыдай жайып шығамыз. Егер де қамырларыңыз менікінде жұмсақ болса, мұздатқышқа тағы жарты сағатқа салып қойсаңыздар болады. Сонда тез жайылатын болады. Менде қамыр жұмсақ болғандықтан мұздатқышқа жарты сағатқа салып қойдым. Енді осылай видеодағыдай ортасын шеттерін бір кергетіп жайып шығамыз. Сосын ауа өту үшін осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Енді дайын салмамызды құямыз. Егер де салмаларыңыз сұйық болса, бір ас қасық жүгері крахмалын немесе манка, яғни жарманы қоссаңыздар болады. Видеодағыдай осылай салмамызды тегістейміз. Енді бетіне кез келген жемісті қойсаңыздар болады. Менде мұздатқышта құлпынай болған, соны қойып шығамын. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 45-50 минутта пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды толықтай суытамыз, суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Егер де ыстықтай кессеңіздер, пирогымыз ағып кетуі мүмкін. Осымен өте дәмді сүзбеден пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған әсел. Келесі видеода кездескенше.